Россия Федерациясы, Стерлитамак қаласы автокөлік базарының бағаларына шолу. Екі мың 13 жылғы Nexia 8 клапан моторлы. Бағасы 177 мың рубль. Бұл жақта, яғни базарда хозяиндар болмайды. Сол үшін өзіңіз звондап, шақырып, сөйлесіп, келісіп, бағасын алсаңыздар болады. Лада Гранта 16-8 клапан екен. Один хозяин 317 мың рубль. Лада Веста 16 клапан 106 аттың күшімен, бағасы 468 мың теңге. Зауыттық кейде автокөлік. Део Матиз. Матиздің бағасы жоқ. Opel Astra. Бағасы 399 мың рубль. 399 мың рубльді 508-ге көбейтесіздер. Мұнда машинаның бағасы шығады. Kia Ceed 475 мың рубль. Жалпы жағдайы жақсы автокөліктің. ВАЗ 2115 автокөлігі. Рубль 2008, пробег 86 мың. ВАЗ 2114 автокөлігі. 2011, 8 клапан, бағасы 107 мың рубль. Автокөлік полный покраска. Лада Гранта 2014 279 мың рубль. 279 мың рубльді 508-ге көбейтесіздер. Екі мың 12 239 мың рубль. Hyundai Accent 2008 250 мың рубль. Я, достар, көп адамдар бізге қарағанда Россия Федерациясында бағалар арзан деп ойлайды негізі. Шынындап келгенде бағалары бізбен жолалас. Яғни коррозиясы болмаса, қандай да бір ақауы болмаса, бағалары жобалас болады бізбен. Жалпы мұнда автокөліктер біздің Қазақстандағы сияқты үлкен емес. Шағын ғана 50-60 автокөлікке арналған автобазар бұнда. ВАЗ 2110 автокөлігі. 2006
27 мың рубль. Біздің ақшамен есептегенде 700 мың теңге жоба болады. ВАЗ 2172 Лада Приора хэтчбек. Бағасы 2014, 169 мың рубль. Полулюкс. Тағы да ВАЗ 2114. 2009, 149 мың рубль. Егер ойларыңыз болатын болса, келем деген WhatsApp-қа жазып, хабарласып, жалпы автокөліктің жай күйін біле аласыздар. Міне достар, 2011 жылғы Lada Priora 205 мың рубль. Біздің ақшада 115 мың теңге, 1 миллион 115 мың теңге жобасы болған. Бір хозяин, барлығы зауыттық күйде. ВАЗ 2114 автокөлігі. Зауыттық күйде, бір хозяин, 2013, 209 мың рубль. ВАЗ 2114 тағы да. Део Nexia автокөлігі. 2007, 8 клапан, простой мотор. Бағасы 127 мың рубль. Біздің ақшаға шаққанда 700 мың жобасы. ВАЗ 2106. Lada Largus. Базовый комплектация, 8 клапанды мотор. Бағасы 277 мың. 2014. ВАЗ 2107 автокөлігі. Так, 2012 бағасы 100 мың рубль. ВАЗ 2115. Екі мың 8 бағасы 117 мың рубль. Toyota Corolla 2008 жылғы. Механикалық қорапта. Бағасы 465 мың рубль. Автокөліктің жай күйі бір қарағанда тамаша. Mitsubishi Lancer 2014 жылғы. Бағасы 567 мың теңге. Теңге емес, рубль. Жаңылдым мен. Айып етпейсіңдер.
2014 567 мың рубль. Автомат коробка. Сборка Япония. Россия емес.